Сырым ауданына қарасты Қособа ауылында Батыс Қазақстан облысының бірнеше дүркін түйе палуаны Сырым күрес мектебінің негізін қалаушы Оралбек Қожагелдинді еске алуға арналған спорттық мәдени көпшілік шара өткізілді. Шараға келген ағайын алдымен марқұмның рухына құран бағыштады. Одан соң Тойтөбеде жарыстың туы көтерілді. Әуелі шараның салтанатты ашылу рәсімі өтіп, ол жерде аудан басшылары мен құрметті қонақтар палуан жөнінде сөз сөйледі. Әрі қарай дала қызықтары басталды. 15 шақырымдық топ бәйгеде Атыраудың атынан шыққан 3 торы атты жүйрік бірінші келді. Екінші жүлде ақтөбеліктерге бұйырса, үшінші дәрежелі жүлдені белгілі палуан Оралбектің шәкірті Әділхан Үсеновтің тұлпары Қособаға алып қалды. Аламан бәйгеде де атыраулық бапкерлердің мерейі үстем болды. Барша жұртқа рухани жаңғыру, спортқа деген қызығушылық басым түскен шараға палуанның бапкері белгілі ұстаз Хамиш Исмағұлов арнайы қатысыпты. Өмірі ұзақ болса, оның жастарға беретін, еліне беретін елдері көп еді. Не айтам мен оған? Оның еңбек қорлығы, адамға деген күшпейілдігі, жылулығы, сондай бір уақытта дүниеге келген бала. Енді мынау өтіп жатқан жарыс, халқы мұттай осындай жарыс өткізіп жатыр. Мен соған өте қуаныштымын. Палуанның тойындағы күрес жай күрес емес, Қазақстан барысы сияқты үлкен спорт аламанына айналды. Себебі Шыңғыс Шоқбұтов, Дархан Темірханов, Еламан Қойшыбай, басқа Нұрымхан сияқты республика сайыстарға қатысып жүрген белгілі палуандар Оралбектің жүлдесі үшін белдесті. Күрес өте тартысты өрбіді. Қарсыластардың барлығын айқын басымдықпен жеңген атыраулық Арман Қалиев түйе палуан атанды. Қазақ күресі ат үстіндегі күрес, яғни аударыспаққа ұласты. Қызықты ұйымдастырылған шара ауылдықтарды бір серпілтіп тастады. Осындай ас болған кезде әдетте қазақ өзінің бетке ұстарларын алып келеді. Жүйрік аттарын, мықты палуандарын, тағы басқа. Сөйтіп, осындай аста бір ең мықты деген әр елдің әр мықтылары бас қосып, бірін-бірін танып, бірін-біріне бір астың басында бас қосқан, дастарханның басында бас қосқаннан кейін осындай сайыста бірімен бауырласып, жақындасып, артынан бұл елдің бірлігіне өте көп ықпалы бар. Тойдың барлық қаржылық шығынын ауыл азаматтары мен кәсіпкерлер көтергенін айта кеткен жөн. Оралбектің тек Қожагелдиндердің ұлы емес, тұтас қазақ елінің біртуар азаматы екені осыдан ақ көруге болады. Лұқпан Елеу, Бауыржан Шермеденұлы, Дәурен Қажиахметов, Ақ Жайық телеарнасы.